Алматы әкімдігі қалаға турист тарту үшін не істемеді? Биыл әйтеуір бұл мақсатқа 680 миллион теңге жұмсалмақ екен. Бөлінген ақшаға мән берсек жазда адам көп келетін секілді ме? Барлықтарын список бойынша өткізем. Алматыға бүгіннен бастап екінің бірі кіре бермейді. Бірақ бөлінген ақшаның нәтижесін кім бақылайды? Қазір бәрін жақсылап түсіндірем, оған дейін арнаға жазылып лайк басып қой. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда. Ең қомақты тендер ол мынау. 312 миллион теңгеге Алматы туралы интернет жарнама жасалынады. Ол негізінен Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Сауд Арабиясы, Қытай, Оңтүстік Корея, Сингапур, Ұлыбритания, Италия, Германия және Малайзиядағы отбасыларға бағытталған. Әкімдік қосымша 5 жарнамалық ролик түсіруге 53 миллион теңге тағы бөліпті. Бейнематериалдардың әрқайсында қазақ, ағылшын, араб және қытай тілдеріндегі дыбыстау мен субтитр болу керек. Үшінші тендерді қараңызшы. TripAdvisor деген туристік платформа бар ғой, соған баннер орналастыруға 84 миллион теңге жұмсалмақ. Туризм бюросы тағы бір танымал Expedia сайтына 70 миллион теңгеге жарнама жасауды жоспарлап отыр. Жарнамалар негізінен ақш, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Германия азаматтарына бағытталған. Ағылшындар қонаққа келеді бізге. Әкімдік онлайн жарнамамен шектеліп қалмады. Бұдан да жақсы нәтижеге жету үшін 6 шетелдік әуежайда сыртқы жарнама орналастыруды жоспарлап отыр. Бұл үшін 116 миллион теңге бөлінді. Алматы туралы видео Дубай, Стамбул, Лондон, Франкфурт, Париж әуежайларында бір экранда көрсетіледі, ал Сингапур әуежайында бейнеролик 11 экранда көрсетіледі. Соңғы тендер тіпті қызық. Алматыға 50 шетелдік жұлдызда келуге 42 миллион теңге жұмсалмақ. Олар үшін премиум класс трансфер ұйымдастырылады, 4-5 жұлдызды қонақ үйлердегі номерлер беріледі, күніне 3 мезгіл тамақтану және гидпен экскурсиялық турлар төленеді. Бұл қонақтар Алматыда 150 күн болады екен. Я свою половину сжигаю. Вас только деньги волнуют. Біздің есепке сәйкес Алматы туризм бюросы 2024 жылы қаланы жарнамалауға 680 миллион теңге жұмсауды жоспарлаған. Бұл тендерлердің соңғы еместігінде ескерген жөн. Мұндай шығындардың елге келетін туристер санының өсуіне қаншалық ықпал ететінін тексеру мүмкін емес. Мемлекет бұл мәселе бойынша бізге статистика ұсынбайды. Алайда туризмді дамытуға жұмсалатын қаржы жылдан жылға өсіп келеді. Төменгі сілтеме қалдырам, мақаламен толық танысып шық. Шынай және тексерілген деректі бізден оқы.